Түркиядағы коронавирустың алдын алу шаралары кезең-кезеңмен өткізіліп жатыр. Сол Түркия елінде медициналық бетперделер, яғни медициналық маскалар тегін таратылып жатыр деген ақпарат 2 күн болды таралып жатқанына. Жалпы Түркиядағы жағдай қандай? Сол елде не болып жатыр? Карантин шаралары қалай өткізіліп жатыр? Халық қалай сақтанып жүр? Сол туралы біз дәл қазір Түркиядағы оқып жатқан әріптесіміз Айгерім Қадырбаевадан сұрайтын боламыз. Айгерім қазір бізбен байланысқа шығуға дайын тұр. Айгерім, қайырлы күн. Уақыт бөлгеніңізге көп рахмет бізге. Айгерім, Түркияда жалпы жағдай қандай қазір? Айтып баяндап берсеңіз. Қайырлы күн, Ануар. Бүгінгі жағдайды сізге мәлімдейтін болсам, жалпы Түркияда бұл індет 11 наурыздан басталды. Бүгінге дейін 222.868 тест жасалды. Соның ішінде бүгінгі ақпарат бойынша 34 мыңнан астам адам коронавируспен ауырады. 725 мың адам қайтыс болды бүгінге дейін. Өкініштісі, жаңағы күннен күнге індет өршіп бара жатыр. Күннен күнге орташа есеппен алғанда 70 адамнан қайтыс болады. Бірақ оң нәтижелерде жоқ емес. Емделіп шыққандардың саны да аз емес. Тіпті қарт адамдарға өте қауіпті дейміз. Ал шын туайтына келсек, күні кеше ғана, яғни 7 сәуірде 85 жастағы қарт ана жазылып шықты коронавирустан. 8 күн ауруханада жатты, 8 күннің ішінде сауығып, қазір үйінде. Бір айта кететіні, ол кісінің жаңағы жүрек қан тамырларының қатысты тағы да бір созылмалы аурулары бар екен. Соған қарамастан коронавирусты жеңіп шықты. Жалпы сақтық шараларын Түркияда қалай сақтап жүр? Түріктердің өзі болсын, жаңағы немесе сол елде жұмыс істейтін азаматтар сақтық шаралары қандай? Бірінші кезекте айта кететіні, 22 наурыздан бастап Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоған 65 жастан жоғары қарттарға үйден шығуға қатаң тыйым салды. Олардың барлық мұқтаждықтарын, яғни азық-түлік болсын, дәрі-дәрмек, қандай да үйге қажетті заттар керек болса, жергілікті атқарушы органдар, полиция қызметкерлері, жандармалар дейміз осындағы, басқа да әлеуметтік қызметкерлер үйіне тегін жеткізіп береді. Әлі күнге сол індет жалғасып келе жатыр. Ал 3 сәуірден бастап 20 жастан жасы кіші жеткіншектер мен балаларға сол жағдай, яғни қарттарға ескертілген жағдайда жастар үшін де заң қабылданды, яғни жастарға, кішкентай балаларға үйден шығуға қатаң тыйым салынды. Ал басқа ересектерге тек сақтық шараларын сақтаған жағдайда ғана қоғамдық орындарға, яғни ол базар болуы мүмкін, немесе дәріхана, банкке барарда мынандай маска, яғни медициналық бетперде киюді және медициналық қолғап киюді, мынандай антисептиктарды пайдалануды қатаң ескертті. Бұнсыз ешқайда шыға алмайсыз. Қоғамдық көліктерде де белгілі бір қызыл және көк жаңағы ленталармен белгілеп қойған қоғамдық көлік пайдаланушылардың, яғни отыратын орындарын соған байланысты отырады, яғни арақашықтықты сақтап. Европада білесіз, қазір бұл жағдай өте қатты ушығып кетті. Неліктен? Өйткені олар бірден сақтық шараларын қолданбады. 30 күн, 40 күн, 50 күн дегенде барып, олар жаңағы қоғамдық орындарды жауып, барлық сауық сайранды қойды. Ал Түркия бірден, мысалға, біз Түркия Иранмен көрші мемлекет, Иранда білесіз, қаңтар айында басталды бұл індет. Содан бастап Түркия барлық шекаралас мемлекеттермен шекарасын жапты бірінші кезекте. Сонымен қатар 46 мемлекетпен әуе қатынасын тоқтатты. Оның ішінде Ресей, басқа да Европа мемлекеттері бар, 46 мемлекетпен тоқтатты. Бүгінде барлық жаңағы порттық қатынастар, яғни теңіздік ара қатынастар, пойыз, қалааралық автобустар барлығы тоқтады. 3 сәуірден бастап Түркияның 30 қаласына карантин енгізілді. Яғни ол қалалардағы тұрғындар қаладан шыға алмайды, ол қалаға ешкім көлікпен сырттан келе алмайды.
Сондай өте қатаң тәртіп қазір мемлекетте. Және бір айта кететіні, Түркияның 55 елден 25 мың азаматы елге қайтарылды. Олар келісімен Түркияның жан-жағындағы провинциялардағы ауруханаларға жатқызылды. Осындай қатаң шаралардың арқасында жаңағы әлі де аурудың, дерттің, бұл вирустың ушығып кетпеуіне осындай мүмкіндіктер жан-жақта жасалып жатыр. Әйгерім, қазақстандықтар, қанша қазақстандық бар Түркияда? Жалпы қазақстандықтардың жағдайы қандай? Сол туралы ақпарат бар ма? Өзіңіз араласып жүрген жерлестеріміз мысалға не дейді? Әрине. Жалпы Түркияның 35 қаласында, Қазақстанның 35 мың, жалпы Түркияның 35 қаласында Қазақстанның 2 мыңнан астам студенті білім алады. Бізде Анкарада, Стамбулда және Анталияда елшілік пен консулдықтар қызмет етеді. Жаңағы біздің Қазақстанның Түркиядағы елшісі Абзал Сапарбекұлы мен байланыстамыз. Телеграм, WhatsApp сынды желілерде арнайы топтар ашылды. Барлық осы Түркияда білім алып жатқан азаматтардың тізімі жасалды. Түркиядан Қазақстанға кетемін деген студенттер үшін де мүмкіндік жасалды. Ең білесіз, әуе қатынастары тоқтады, дегенмен де арнайы чартерлық рейс ұйымдастырылып, 3 сәуір күні 400-ден астам студент Қазақстанға аман-есен оралды. Ол қайтатын студенттердің барлығының тұратын жергілікті адресіне орай, мекен жайына орай, ұшақ Павлодар және Тараз қаласына деп екіге бөлінді. Және олар келісімен ондағы қыз-жігіттермен байланыстамын. Аман-есен жеткен, оларды келісімен тексеруден өткізген, жаңағы қан қысымын болсын барлығын тексерген. Вирус жұқтырғандар жоқ, барлығы аман-есен сол жердегі ауруханалардан алғашқыда карантин жаңағыға алынған, одан кейін денсаулығында ешқандай ақау болмағаннан кейін 3 күннен кейін сол жақын арадағы үйлерінде жаңағы үйдегі карантинге алынған екен. Әйгерім, тағы да бір соңғы сұрақ. Жалпы Түркияда бетперде дейміз ғой, медициналық маскалар тегін таратылып жатыр. Сол туралы ақпарат айтып жіберсеңіз. Президент әкімшілігінің қоғаммен байланыс жөніндегі басқармасының басшысы Фахриддин Алтун президент бұйрығы бойынша 20 және 65 жас аралығындағы Түркия азаматтарына маска тегін таратылады деп баяндаған болатын. Және бұл маскалар жаңағы масканы алу үшін арнайы бір сайт бар, жаңадан жасалынған сайт. Сол сайттан белгілі бір сұрақтарға жауап беру арқылы ол масканы тегін алуға болады. Бір аптада 5 маскадан беріледі Түркия азаматтарына. Және сонымен қатар бір айта кететінім, бұнда біз біргеміз атты үлкен қоғамдық акция жүргізіліп жатыр. Бір апта болды. Реджеп Тайып Ердоғаннан бастап, мысалға Реджеп Тайып Ердоғанның өзі 7 айлық жалақысын сол қайырымдылық акцияға бөлді. Одан кейін оны қолдаған министрлер, жергілікті басқарушы билік өкілдері 5 миллион лирадан бастап 35 миллион лираға дейінгі жаңағы өзінің қаржылай көмегін көрсетіп жатыр. Тіпті күні кеше Германияның азаматшасы Дженет Бебек деген кісі өзінің жаңағы зейнетақысынан жинаған 10 мың евроны осы Түркияға бөлді. Қоғамдық жаңағы акция аясында. Және бір айта кететінім, кәдімгі саған айтайын деп едім бірдеңені. Бір қосымша айта кетейін, Ануар, Стамбулда 2 үлкен аурухананың құрылысы басталды. Ол 2 аурухана 45 күннің ішінде салынып бітеді деп күтілуде. Олар бір қабаттық болады екеуі де, және де 1000 адамға арналған, әрқайсысы 1000 адамдық. Бұл ауруханаларда науқастар жалғыз өздері қалатын болады бір палатада. Және бұл індет бітісімен оны басқа мақсатта қолдануға, яғни ауыр
оталар жасау немесе басқа да науқастарға қажеттілікке жаратылады деп күтілуде. Рахмет Айгерім ақпаратыңызға. Мен айта кетейін, бізбен байланысқа шыққан біздің әріптесіміз қазір Түркияда оқиды, Айгерім Қадырбаева болатын. Айгерім, сізге рахмет, ауырмаңыз, аман болыңыз, елде амандықта жолығайық. Сізге де рахмет, Ануар. Ең басты құндылық адам өмірі дейді ғой. Сіздер де өздеріңізді күтіңіздер, денсаулықтарыңыз мықты болсын, амандықта жүздесейік.